қалу өлім дейді да. Жақсы, әдемі күлдік, негізі Ілияс. Рахмет. Сізге сұрақ мынандай болып тұр. Жұмбақ дедіңіз ғой кеше? Иә. Жұмбақ дедіңіз, сол жұмбаққа байланысты қалай екен Ілиястың жұмбақтығы қалай болды? Бір жұмбақтың бір шеті осыны ашылды ма? Әлде өзіңіз ойлағандай Ілияс па, әлде мүлдем басқа Ілияс па деген сияқты? Кеше уақыт тығыз болды да, сол себепті әлі толық айта алмаймын. Бірақ та қазіргі кезде бүгінгі таңда барлығы жақсы. Яғни кеше айтылған сөз болды ғой, иә? Алтынай өзі солай айтқан еді. Иә, өзінің тарапынан айтып еді. Мен жұмбақтар шешкен жақсы көремін. Ілияс сен үшін жұмбақ. Жұмбақ деген. Данияр. Оп, қой қойсаң. Рахмет, Аша ханым. Алдымен сұрақ қоярдың алдында Азизға айтқым келіп отыр. Қош келдің, Азиз. Енді өзің бақытын табуға тілектеспіз. Сол енді Алтынай қош келдің. Сәлем. Енді кеше сұрақ болды ғой, ұшақта босансаң деген сияқты. Сен енді не против болдың. Жалпы енді саған сұрақ, сен ырымдарға сенесің ба? Мысалы, баланы ұшақта босанып, ұшақбай деп қойып, мысалы, атын ырымдап қойып дегенде. Соған көз қарасын жалпы қалай да? Менің ойым бойынша... Ырымға сенесің ба жалпы? Сұрағыңызға рахмет. Менің ойым бойынша, егер де менің жарымның ата-анасы, менің енді тәрбием бойынша, баланың есімін ата-анасы қояды да. Егер де олар қоям десе, олар қандай ат таңдаса да мен оны қолдау қажет. Әбзал. Басқа микрофонды ала қоясың ба, Абзал? Істемей тұрған сияқты. Рахмет, ержігіт. Алтынай, қош келдіңіз. Қайтадан басын айтайыншы. Келген қадамыңызға гүл бітсін. Жалпы жаңа айтып жатсыз ғой, Ілиясты қызғанамын деп. Я қызғаныңыз орынды деп ойлаймын, себебі Ілияс шын мәнісінде қызғануға тұрарлық жігіт қой. Сыртта да былай араласып көрдім, іште де араласып көрдім. Нақты өзінің сөзіне, ісіне жауап бере алатын. Былай да, жалпы шын мәнісінде өте керемет жігітке келдіңіз. Енді сізге бір қояр сұрағым болып отыр да. Мысалға, қалауым жобасы жоқ делік. Мысалға, қалауым жобасы жоқ, бірақ Ілиясты сыртта көріп қалдыңыз. Танысар ма едіңіз барып? Иә. Мен кеше Ілиястың өзіне айтатын болғам. Ең басында осында келмей, Инстаграмда Ілиясқа жазайын ба деп ойладым. Кеше айтпақшы, бұл айтты да маған, осы бағдарламаға келмей, мен саған жазып көрейінші деп соны айттым. Олай керек емес, келген шын ниетпен бағдарламаға келген дұрыс деп соны келіптім. Айтпақшы. Рахмет. Жанёка. Қош келдіңіз. Сұрақ Ілиясқа. Ілияс ертең Құдай қаласа үйленген кезде декретный отпуск айтады ғой. Кезінде қарасыңыздар, біздің аналарымыз, апаларымыз ешқандай нянькасыз ақ жүрді ғой, мысалы, 8 бала, 9 баланы асырап, сол себепті әйелдің қолынан бәрі келу керек деп ойлаймын. Жоқ, енді қазір заманға сай, қазір нянька өте ыңғайлы ғой. Қарайды, әйел өз тірлігімен істейтін, заман басқа, ол кезде мысалы кір жуатын, ыдыс-аяқ жуатын машиналар болған жоқ, бірақ сонда да үлгерді. Қазіргі таңда бәрі кірінді жуып беретін машинам бар, тамағын істеп беретін пара-варкам бар, сол себепті. Сен нянькаға қарсысың, иә? 50-50 маған мысалы бәрі үшін нянькам бар не жоқ не, бірақ та мен ойымша әйелдің өзі ұялу керек сияқты, мен нянька алып қазір не істеп отырмын деген сияқты. Ержігіт. Жаңа бауыржан айтып отыр да, Абзал Ілиясқа сезім болса бірден айта берсе, сезім бар деп отыр, соған күліп отқанбыз ғой мына жерде. Енді мен жаңа мәселеге оралғым келіп тұр да, негізінде. Ілияс романтикалық кездесулерге Наргизамен қарсы болған жоқсың негізі. Бір-екі эфирлердің өзінде Аша ханымның өзіне рұқсат сұрап романтикалық кездесуге барайық деген сияқты бір пейілді білдірдің да. Енді сен Алтынайға не деп жауап бергеніңізді білмейміз. Көрермен бар, халық бар көріп отырған, өзің нақты жауап берсең, Наргизаға бір сезімің бар ма?